таңғы және кешкі зікірлер деген нәрсе бар. Мысалы, дәл қазіргі уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дұғаларды айтып отыратын. Егер анда жиын не болмаса, мысалы жеке отырып қалса, Аллахумма инни амсайту ушхидука ушхиду хамалата аршика ва малаикатака ва джамиа хулқика аннака анталлах ва анна Мухаммадан абдука ва расулук деген. Аллах Тағала, осы кешті міне мен қарсы алып жатырмын. Осы кеште мен сені куә қыламын, күллі періштелеріңді куә қыламын, сенен басқа тәңір жоқтығына және Мұхаммед оның елшісі екендігіне. Осы кешті мен қарсы алып жатырмын дейді да, мысалы. Аля калиматил ихлас, ла илаха иллаллах деген ықылас сөзімді айтып, аля дини Мұхаммадин, Мұхаммедтің дініндемін деп, аля миллати Ибрахима ханифа, Ибрахимнің жолындамын деп, міне осы кешті осылай қарсы алып жатырмын, Раббым. Аллахумма ма әмса бибин ниғматин ау би ахади мин холкик. Аллахым, осы кеште маған бір нығмет қазір келген болса, немесе мына құлдарының кез келіне бір нығмет келген болса, фаминка вахдака ла шарика лак,